Ал достар, мен сіздерге бір қызық айтып берейін автокөлікке қатысты. Енді 2 күн жүрдік, нарықты да көрдік. Қосымша жаңағы басқа жерде сатылып жатқан көліктерді де сұрастырып жатырмыз. Мына менің артымда тұрған дәл осы шанақтағы Highlander іздейтін болсаңыздар, оның үстіне 2-де 5-ін іздейтін болсаңыздар, яғни 2020-дан бастап 24 қоса алған кезде осы Highlander шанағы, соңғы шанағы деп ала берейік енді. 2-де 5 Грузияда жоқ. Дәл қазіргі уақытта бір Грузияға келіп, осының 2-де 5 гибридін алам деген ойыңыз болатын болса, бұл жақта жоқ. Неге жоқ деп отырмын? Өйткені бар болған күннің өзінде бағалары 34 мың, 32 мың, 33 мың, 36 мың доллардың арасында. Бұл 2022-23 жылғы автокөліктер. Мен 24 дәл айтып отқан жоқпын. 24 болса, оның бағасы сәйкесінше жоғары болады. Менің айтып отқандары бұл Carfax-тары сау, есі дұрыс, тех жағдайы әдемі, ішкі салонында әдемі, комплектациясы да әдемі, және де пробегінде қоса алған кезде жақсы көлік алғыңыз келетін болса, нақты гибрид Highlander-дан 2020-2023 арасын ала берейікші. Олардың бағасы 34, 32, 33, 36 мың доллардың арасында. 40 деп тұр, 45 деп тұр, бірақ түсетін жерлері сол. Өйткені гибрид бойынша Грузияда есі дұрыс Highlander-лардың саны аз. Сондықтан да осы бір айлықтың көлемінде гибридқа келем дейтін болсаңыз, олар жоқ. Тіпті мен гибрид іздеп жүргенмен соңғы 2 ай болды ғой деймін, одан асып кетпесе. Дұрыс гибрид таба алмай жүрмін, өйткені біздің бюджет 28 мың доллар, 28 мыңға ондай бағадағы көліктер жоқ десек болады. Жалпы саралай келе, құрметті ағайындар, мына Outback-тар тұрақтап қалған, яғни Subaru-лардың тарапынан Forester-лардың саны көп, Outback-тардың саны көп. Тіпті ассистенттерді өткен жолы таппағанбыз, ассистенттердің де саны көбейген. Мысалға, мынау рестайл шанақ деп айтсақ болады, 2018 жылғы Outback. Бұл максималды комплектация, лимитед ретінде жүреді. 2018, 2-де 5 объеммен, дисклерін көріп тұрсыздар қандай әдемі. Мінекей осының бағалары кезінде 12 мың доллар болса, қазір енді бұлардың саны артып кеткен. Сол себепті сатушылардың саны көбейгеннен кейін дәл осы автокөлікті сәйкесінше бағалары құлдырай бастаған. 10.800 доллар. Бұл енді тағы қосымша, енді 800 зазор ұстап тұр ғой, енді 10 мыңға берем деп. Тағы қинасаңыз, тағы да сәл-сәл түсетін сияқты. Ал жалпы енді осы Outback-тар, Forester-лар, мінекей тағы да Outback тұр. Енді қай жерге барсаңыз да, мінекей мына Forester-лар көрдіңіз ғой. Мінекей қатар-қатар тұр. Бұл ғана бір ғана сектордың арасы. Басқа жақтарын тағы көрсетіп шығам. Мінекей осы сектордың өзін айналайықшы. 8 мың доллар деп тұр. 109 мың жүрісімен ары қарата кеттік. Мінекей тағы бір Forester тұр. Яғни Subaru-лардың саны артып кеткен, сәйкесінше бұлардың бағасы төмен. Ал енді бағана Highlander-да айттым ғой, 2-де 5 гибридтар. Олар жоқ. 3-де 5 объемдар да жоқ. 3-де 5-тердің өзін таба алмай жатырмыз Highlander-лан. Сондықтан да олардың саны аз болғаннан кейін бағаларын ұстап тұр да енді. Неге бағасын ұстап тұр? Өйткені басқа сатушылар жоқ. Оны сатып атқан, әкеліп атқан басқа адамдар жоқ. Сондықтан да әйтеуір осы Грузияда саны санаулы болып тұрған сәтінде мүмкіндігінше жоғарыға қымбатқа сатып қалайық деген ниеті бар. Бұл жерде қымбат деген сөздің өзі де зазор дете бір 1000 доллар теңгемен есептейтін болсақ, бір 500 мың, 700 мың, 800 мың, асып кетсе миллион теңгенің арасында. Яғни мен өзім 10 секторда жүрмін, жаңа қаншама Subaru көрсетіп шықтым. Міне тағы да Forester-лар, тағы да Forester. Одан кейін Hyundai Tucson'дар көбейіп кетіпті. Мінекей қазір. Міне тағы да мінекей Outback тұр. Тағы да Outback тұр. Outback-тардың саны кәдімгідей сұмдық көбейіп кеткен. Әні тағы бір Outback тұр. Міне мына жақта тағы бір Outback тұр. Яғни Subaru. Оның ары жағында тағы бір Outback тұр. 10 сектордың өзінде қаншама көлік тұр. Сондықтан да бұлардың бағасы қазір осы бір Outback алам, Forester алам деген адамдар болатын болса, солардың қазір енді уақыты кеп тұрған сияқты. Міне тағы да бір Tucson. Tucson'дар да көбейген. BMW-лардың саны артқан, құрметті достар. Мінекей мына Kona деген көліктерде көбейе шыққан. Бұл енді әсіресе ресейлік нарыққа деген, сондықтан да тұрақтап қалған. Жаңа столбты көрсеттім, мен столбтың ар жағын көрсетіп жіберейін. Бүгін енді бізде бейсенбі, яғни четверг күні. Ертең завоздар кіреді. Қазір көліктер базарда саны аз болып тұр. Неге? Өйткені жаңа жылдық кездерде адамдар бұл жаққа келмейтін білет. Сондықтан да бұл жерге әр күніне ақша төлейді автотұраққа. Сол себепті бәрі үйіне алып кеткен. Сөйтіп оларда 7-сі күні мерекені аяқтатты. Енді осы сенбі, жексенбі күні барлық айдалада тұрған көліктердің бәрі келетін болады. Міне тағы бір Subaru тұр. Не керек Subaru жетеді. Сосын мына Highlander-лардың
2-7-лер көбейіп кетті, құрметті ағайын. Бірақ 2-7-лердің саны артып кеткен. Неге? Өйткені біздің Қазақстанда 3-5 пен жалпы бізде растаможка қымбаттады. Сол себепті 2-7 объемдағы хайландырларды бәрі алғысы келіп жатыр. Міне тағы бір Subaru. Мысалға мынаны көрсетейін. Лимитедтағы гибрид. В целом жаман емес. Мынаның Carfax'ы да өзі де бағасы $40,000 деп тұр. 29 милмен 2023 жылғы 2.5 гибрид 40.500 дейді. Осылар мінекей 36-ға примерно береміз деп тұр. 35-34-ке дейін де келеді енді былайынша. 33-ке де келіп қалу керек. Нақты алатын адам болса. Міне тағы да Forester. Көрсете берейін. Жүріміз ғой енді, көріңіздер. Әні тағы бір Forester біреуі тұр. Яғни мына осы 10 сектор өзі бір азғантай көлік тұратын не ғой? Шетте тұратын сектор, соның өзінде жаңа көріп тұрсыздар ғой. Forestерлардың, олдбактардың саны қаншама екен. Міне тағы бір Forester. Ар жағында тағы бір Subaru тұр. Кеттік арыға, до конца барып тастайын енді соңына дейін. 2-7 не себепті көбейді хайландырлар? 2-7-дің көбейген себебі бағана айттым, адамдар хайландыр айдағысы келеді бәрі. Енді бәрімізде жақсы нәрсе мінгіміз келеді, жақсы нәрседе айдағымыз келеді. Сол себепті 3-5-ке шамасы жетпей атқандар 2-7 іздеп келетін болды мұнда. Бірақ ол кезде олардың саны жоқ болатын. Қазір енді бұл жерде сатушылар да соны түсінген. Сондықтан да 2-7-ні әкеле бастады және де 2-7-лер өтіп жатыр қазір. Жалпы бұл хайландырға қатысты ақпарат. Ол 2016, 17, 18-дер және де қосымша Дори стайлдар 14-15 жылғы хайландырлардың да саны көбейіп кеткен. 17-19 бен салыстырмалы түрде. Әлде сол 10 секторда жүрмін. Ана артында мінекей тағы бір Outback тұр. Бұның артында тағы бір Outback тұр. Көрдіңіздер ғой, Outback деген кәдімгідей тас лақтырсаң Outbackқа тиіп жатыр ғой. Ар жағында тағы бір Forester тұр. Міне тағы бір Outback тұр. В общем, Subaru'лар қаптаған. Өйткені мінекей мынауда 11 секторда ең шеткі секторлардың бірі. Бұл жерге де көліктер көп келе бермейді. Сенбі жексенбі күні ғана толады бұл жақтар. Мінекей мына жерде тағы бір Forester тұр. Қазір мен арғы жақта тағы бір Forester тұр. Анау бір Outback тұр. Қысқасын айтқан кезде осы қараша қазан айларында Outback'тар өте жақсы өтті, Forestерлар өте жақсы өтті. Сондықтан да бәрі жаппай осы көліктерді алып келген. Бұлардың саны көбейіп кетті. Қазір осыны алатын момент енді нақты іздейтін адамдар болатын болса. Мына Optima'ны көрсетіп жүрейін. Кезінде мысалға мына Optima'ларда сұмдық өткен болатын бұл жерде. Бірақ енді қазір бұны алып келушілердің саны аз. Бұларды да жақсылап саудаласуға болады. Sonata, Optima деген көліктерді жақсылап саудаласуға болады. Өйткені бұларды ешкім почти алып атқан жоқ. Сондықтан да бұлар тұрақтап қалған көліктер қазіргі уақытта. Сосын Elantra'ны айтып өтейін. Мен өзім жездеме Elantra алуға келдім. Жездемде енді баратқан кезде әкеп берші деп. Шыны керек, Автопапа базарынан бір көп болса 5 қана Elantra көрдім. Кезінде біздер Elantra'ны енді бір колоннада 20 адам болатын болса, соның кемі бір 7-8 Elantra болатын. Elantra'ны қатты алды кезінде қазақтар. Қазір бұл жерде сатылымда жоқ. Elantra'лардың саны өте аз. Elantra іздеп келетін болсаңыз, тоже қиналасыз. Оны да ескеріңіз, оны да есіңізде сақтаңыз. Elantra'лар жоқ деп айтсақ болады. Олар енді көбінесе тұрады. Жаңа Потиі бар, Кутаисиі бар, Гории бар, Тбилисиі бар, жан-жақта шашылып жатыр. Оған кәдімгідей сандалып жүруіңіз керек болады. Сондықтан да осыны ұмытпаңыз. Енді қазір тағы да Subaru'ға бір дәлелі болсын. Жаңа 10 сектор мен 11 секторды көрсеттім ғой. Қазір мен сіздерге 7 сектор мен 3 секторды көрсетейін. Сол жақтардағы Subaru'лардың толып тұрған көрсеңіздер, таңдай қағасыздар. Біздер қазір 7 секторға кіріп келе жатырмыз. Көрсетейін енді. Қаз қатар болып тұр. Мына жерден басталады. Ascent, тағы да Outback. Мына жағымда бір Outback тұр. Келесі тағы бір Outback тұр мінекей. Одан ары қарата тағы бір Subaru. Мына жақта тағы Forester мен Outback тұр. Міне Subaru. Мына жақта тағы бір Ascent тұр. Жүре берейін, көріңіздер. Ар жақтарға бармайын, жақын жерді көрсете берейінші. Күніне 10 мың, 20 мың шақ жүріп тастап жатырмыз ғой. Subaru жетеді енді. Бұл енді BMW-ның ряты енді. BMW сүйетін адамдар. $17,000 гибрид. 75. Мына бір қара Highlander тұр екен.
Көрейік бағасы қанша деп тұр екен. 2019 жылғы дейді. 2-де 7-ге ұқсайды. Мінекей бағанағы айтқанымдай. Тағы Subaru. Бәрі тағы Subaru. Мына жақтарда тағы ар жақта 2 Subaru, ортада 1 Subaru тұр. Мені Subaru тағы да, достар. Мені Subaru. Енді Subaru алам деген адамдар үшін Subaru'дың көкелері осында тұр. Мені қаз қатар. Бірінен кейін бір Subaru. Бұндай көп болмаған негіз Subaru'лар ше. Өйткені бәрін арықпен санасады ғой, 1000 жерден алса да. Мені қараңыздар. Тоқтаусыз кетіп баратыр Subaru'лар. Кәдімгі базарда алған Subaru. Автопапаға барсаңыз бір Subaru центрға барғандай боласыз. Мені Subaru, әні Subaru тұр. Мені тоқтаусыз Subaru'лар. Сондықтан да кім ойлап жүр Subaru алам деп, пожалуйста, Forester Outback'тардың толып тұрған сәті, осы сәтті пайдаланып алатындарыңыз ақ қалыңыздар. Так, міне тағы бір гибрид тұр, бағасын көрейікші. Бұл да айды аспаннан келтіріп тұрған кеше бір көрген кезде. Міне тағы да бір Subaru тұр. Әні тағы бір Subaru тұр. Міне ортада тағы бір Subaru. Арғы жақта тағы бір Subaru. Айтып отырмын ғой, жетім міне Subaru. Енді жетеді енді. Мені тағы да шығайық. Қараңыздар. Мені Outback тұр. Мені Outback тұр. Әні Outback тұр. Енді қалай бұлар саудаласпайды. Мені Outback тұр. Мені Forester. Әні ар жақта тағы 2 Forester тұр. Кете берейік, көрейік енді. Так, мені Ascent'ымыз тұр. Ары қарата кеттік. Мені Subaru Forester'ларынан қаз қатарынан тұр. Жұрттың бәрі кезінде Subaru алып кетті ғой, сұмдық алып кетті. Батысымызда, шығысымызда, оңтүстігімізде. Сондықтан міне Subaru. Не керек, Subaru деген толып кеткен. Міне қаз қатарынан мынаның бәрі Subaru, мыналардың бәрі Subaru, мыналардың бәрі Subaru. Міне мына жақтарда полный Subaru. Көріп тұрсыздар, достар. Сондықтан да қазір бұлардың саны өте көп. Енді саудаласу моменті осылармен жақсы. Хайландерлардың саны өте қатты азайып кеткен. Сондықтан да олар қатайып жатыр енді. Міне мыналардың бәрі Subaru. Көрдіңіздер ме? Міне қатар-қатар. Пожалуйста. Арасында 1-2 Toyota'лар жүреді, әйтеуір. Toyota қалмайды ғой енді. Енді тағы Subaru, міне Subaru. Ары жақта міне тағы бір Subaru. Енді сөзіме дәлел болсын деп бәрін көрсетіп жатырмын, құрметті ағайын. Так, достар, жаңағы 2-де 7 Хайландерлардың саны көбейді дегенге сөзіме дәлел болсын. Мынау 2017 жылғы, енді төңкеріп қойыпты мынау. Мінекей 2-де 7 объеммен. Так, мінекей мынау тоже 2-де 7. Бұлардың көбінесе дисктары негізі мынандай болып келу керек болған. Бұларына дисктарын ауыстырған, чтобы мына рестайлға ұқсас болып келсін деген, және де алдыңғы мордаларды өзгерткен. Негізгі бұлардың мордалары мінекей мынандай бағытта болатын болса, алдыңғы торын решеткасын және де жарық шамдарын қараңыздар. Мынада мінекей өзгеше болады. Бұлар как рестайл ретінде жүреді, яғни 17 мен 19-дың арасындағы шанақтарда беріледі. Негізі мына жарық шамдар мен мына торлар және де дисктер. Екеуін қараңыздар, айырмасы бар. 2-де 7 мыналар болу керек, бұлар рестайл ретінде жасайды. Өйткені көп қазақ осы өзгертілген нұсқаға жалпы жақынырақ жүреді. Сол себепті оларды біліп алған біздердің көз қарасымызда. Сәйкесінше міне 2-де 7, міне 2-де 7, арғы жақтарда толып тұрған 2-7, 8-ші секторда толған 2-де 7-лер. Сондықтан да осылай. Енді арғы жақтағы мынау Т2-ге барайық. Так, одан кейін мына RAV4-тер, мынау рестайлы шанақ, бұлардың да саны азайып кеткен. Өйткені бұған да сұраныстар төмендеп кетті. Бір кездері қазақтар жаппай алған көліктердің бірі. Бірақ қазір бұларда өте қатты санаулы деп айтсақ болады. Саусақпен санарлықтай. Кейбіреулері комплектация жоғарғысын алғысы келеді бұл көліктердің. Кезінде 14 мыңға алып жүрсек, біз соңғы рет автотурмен қараша не қазан айында келген кезде 12 мыңға алып кеткенбіз, ең максималды комплектация. Ал төменгі бірақ Carfax'ы, тег жағдайы, жүрістер жақсыларын 10 мың 500-дерге алғамыз, комплектациясы сәл төмендер. Кеттік, $11 000 Lexus. Арғарата, енді мынаны біздер ешкім алмайды бұл джипті. Так, мына Forester'дың жаңа нұсқасы, достар. Бұл енді жаңа шанақ деп айтайық. 2024 жылғы, бірақ бағасы көрсетілмеген. Енді бұрында мен видео түсірген кезде айтқан едім. Бұрындағы Forestерлар осының алдындағы шанақ, осының алдындағы буын
сәл кішкене өзін расында кез келген жерді өзінше бір жол талғамайтындай көрсеткен еді, бірақ қазір соңғы шанағы электрокарлар қазір көбейіп кетті ғой жалпы нарықта, соған сәл өзінің шанағын икемдеп соған бір келтірген сияқты. Алдыңғы мына торлары, жарық шамдары және де артқы жарық шамдарын айтайық. Мінекей арты да дәл сол бір электрокарларға ұқсас келген ба, бір соған жақындатқысы келген ба, сондай бір бәлесі бар енді. Міне тағы да Subaru'лар көріп тұрсыздар ғой. $8,000 2016 жылғы, 13,700-ге 2023 жылғы көліктер 13,700 дейді. Кезінде бұлардың бағасы 17,000-18,000-дан түспейтін. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, толықтай рестайл бағытта шыққан 13,700 дейді. Бұл тағы да қосымша түсетін болса, сіз үшін керемет нәрсе. 2023-тің көлігін алып айтып отырмын, Subaru'дың алатын сәті. 2022 баға жоқ. Тағы да Subaru'лар 18,500 деп қойыпты. 2022 жылғы, мынау енді сол бұрынғы көрсетілген бағасы, бірақ мынау баға түседі. Ары қарата кеттік. 2021 16,500 деп кезінде қойған, қазір 15,800 деп түсірген. Сәйкесінше бұл тағы да саудаласатын сияқты. Тағы да 2021. Достар, енді сіздер Forster'ды көп көрсетіп кеттің, Subaru'ды көп көрсетіп кеттің демеңіздер. Алдымнан қандай көлік шығып жатыр, соны көрсетіп жатырмын. 13,700-ге бізде 7 орындық Ascent. Мінекей кеше Legacy сұрап жатқан жігіттер бар еді, бағасы жоқ. Forester 21 жылғы бағасы жоқ. Так, 2015 жылғы бағасы жоқ. Енді осылай көре берейік. Так, мына BMW-ны көрсетіп кетейін. Енді түрі өте әдемі екен. 31,500 деп көрсетті бағасын. Бірақ енді сұлудың сұлуы екен еді, көрікті екен. Так, мінекей мына Outback'ты да көріп өтейік. 9,800 2016 жылғы. Так, ары қарата мына RAV4 айтпақшы, мына шанақтан осы RAV4-терден бензинге қарағанда гибридтардың саны көп. Достар, ашығын айту керек. Бензин іздеп келетін болсаңыз, сәл қиналып қалатын сияқтысыз. Адамдар гибридке өте бастады. Біздің қазақстандықтарды, қырғыздарды, яғни екі жақтың нарығын бір оқпен екі қоянды атқысы келеді. 21 жылғы $21,000 дейді. Бірақ гибрид үшін жақсы. Бұл қосымша тағы да түсетін болса, 19,000-ға гибрид алып кету ол жақсы деп айтар едім. $22,000-ға тағы да жаңа шанақтағы Forester. Мені тағы да Subaru. Маздалар арасында жүретін, арасында өзі бір көрінетін Nissan'дар, Palissade'дар. Бағалары жоқ. 19,000-ға Mazda тұр. Так, бензин LE комплектацияда $16,800 2021 жылға. Мінекей бензин. Мінекей мынау енді максималды комплектациялар. Бағанаға айтқам, бұлардың максималды комплектацияларын табу қиынға ұшырай бастады деп. $14,000 менің айтқан сөзім айдай шығып отыр. 2016 жылғы мінекей бағалар көрініп тұр. Келесі тағы да бір RAV4 2018 жылғы $15,000 деп көрсеткен. Бұл да максималды комплектация. Әп-әдем болып тұрған Forester 2017 жылғы. Мына Santa Fe'лерде құрып кетті. Бұлардың да саны азайып кетті. Кезінде бұларды пачкамен тасыған едік. Және де гибрид нұсқасы. Бұлар 1/6 жүреді, қателеспесем. Так, баға жоқ. Мына Sonata'лар 14,500 2022 жылғы дейді, достар. Енді Camry'дің жанынан қалай өтіп кетеміз? Бұны да түсіріп өтейік. Camry 75 2021 жылғы $15,500 дейді. Бағасын жақсы беріп тұр, егер Carfax'ы жақсы болатын болса. 2014 жылғы 12,300-ге 3 объемдық бізде BMW-лар. Так, цвет өте тамаша екен. 2020 жылғы Outback бізде бағасы жоқ, және де баға көрсетілмеген. Осылай, достар, қысқаша. Көріп отырсыздар ғой, BMW, Subaru'лар қазір өзі нарықтың дүрілдеп тұрған автокөліктері десек болады.